промыжгалынан бірбің 90-ncı күн эфирде заман студияда сілеріні мен Шевкет Наматулаев селямлайым. Кенеде Тинтуф, ишгалжилер Сабадан Ахмеджи живарындаки Каменкада яшаған Марлен Мустафаевның евіне басып кіргенлер озыны ішке кеткен вақыт тұтып Ахмеджиттеки экстремизмнен күрешуф мерkezіне алып кеткенлер евінде Тинтуф өткерілді. Полис хадимлері о яшаған соқақны екі тарафтан қапатып, қомшы достве яқынларына ев янына біле кечірмегенлер. Никто ничего не понимает. Сейчас. Кімсе не олғаны аңлап оламаймында тұрмаға олмаймы? Дегерлер сербес кечелер, біздерні есе кечірмейсіңіз. Ну, я хожу. Вы знаете, что вы ограничите мне передвижение? Сіз білесіңіз манайсаға көре олған юрушке аққымны бозасыңыз. Насыл себеплер ле? Ну и что? Где периметр? Вы, получается, перекрыли улицу? Сіз соқақны блок еттіңіз. Мен енді не yapmaq керегім? Как ничего? Сейчас вот эти люди в масках мне запрещают. Yüzleri қапалы инсанлар қомшы соқаққа біле кечірмеге рұқсет бермейлер. Тентулер есе анда кече. Олар мана юрмеге ясақ етелер. Оларның әрекетлері Русия анаясасына зыт келе. Оқу қорчалайжылар білдіргеніне көре ишгалчилер дестек көстермеге шыққан тахминен 20 инсанны тұтқанлар оларына Ахмеджиттің Киев район полис бөлігіне алып кеткенлер. Сырайдайым демін абы Каменка орталығында бұл олған шилеріне geçenlerde olgan bu tintivleri görüp çıkarıp Facebook'a koyup haber dağıtkan soylarına birdeki o yerde bulundu işte uları. Onun için olayken anlaşlı ular talep ettiler öyle yapmasın. Bir şey olsa tüm ya bir yakalanma mı ne mi? O yerler insanlar varmamalı, varmayacaklar, görmeyecekler, duymadı olacaklar. Çünkü galiba dolar bizi öyle yapmaya istiyor ki ne de olsa kimse kapıdan da bakmayacak, aslı görmeyecek bu şeyleri. Қырамнан Юқары Рус махкемесі оқу қорчалайжы Мирусин Кукуны таққат изоляторындан шығармаға разы олмады. Оның адвокаты Ахмеджиттің Киев район махкемесі апсте тұтуына апрелінің 8-не қадар девам еттірген қарарына шикайет берген еді. Қадылар оны қанатлендірмеділер. Мирусин Куку бір елдан берілі таққат изоляторында тұтыла. Ишгалжилер оны Хизбут Тахрирге алақасы бардыр деп шеклейлер. Кукунен көрішмек ечен махкемеге балалары келгенлер, олар бабасыны тек телевизор бастасынен көріп олғанлар чүнки мабусыны махкемеге кетірместен тақықат изоляторындан бағға шығарғанлар. Я приехала из Кореиза. Специально, чтобы на суде победил? Чтобы папу увидеть. Что он тебе сказал? Он сказал большой привет. Еще сказал, я вас сильно люблю. И я тоже сказала. Сегодня прошла апелляция по Куку Мирусину, моего отца. Мы его, слава богу, увидели. Он в нормальном состоянии. Он себя хорошо чувствует, передал нам большой привет. Жалко, что не отпустили. Радикаль фырқасы Қырымна Русияге 50-100 елға кираға бермеге теклиф еткен депутатны өз сырасындан шығарды. Артеменко өз теклифлерін Трампның меслиятшысы Майк Флинге ота истифаға кетместен евел берген. Оның планына көре Русия ордысы Украина территориясындан шығарылып, Қырым Русияге кираға берілуі бойынша референдум кечірілмек керектір. Олег Ляшко білдіргеніне көре, фырқадашы бөле планлар теклиф еткенінден айретте қалған. Шымды оның депутат мандатының ташланмасына чағыра Межлис рейсі Рифат Чубаров Артеменкаға қаршы жинайы іш açılmasını талап ете. Мы обговорювали можливість. Bizler tarixte olған мисаллерні бұл Гонконгта ве Панамада olған вақияларны Украинада кенен қиясладық. Украина ве Украина халқы бұтын Украина референдумында тек Қырым статусыны дегілді ДНР ве ЛНР-нан ве қайда кетмекні белгілемек кереклер. Қырымны кираға тапшырмаға теклиф еткенлер қырсызға өз дайресіні кираға берсінлер яда омыр арқадашыны. Біз қырсыз ве айдутларға өз топрақларымызны кираға бермейжекміз.
Тижаретні тоқтатып, женкні тоқтатайық бөлі шер алтында Киевнің мұстақылық мейданында вече өткерілді. Оның тешкілетшілері ишғал олынған Донбассның Камачав иштиракчылары фальжилер білдіргеніне көре Украина көмір сатын алар екен террористлерге малеви ярдым көстередір. Айтқанларына көре акимиетнен музакерелер кешірмеге азырлар, ләкин тек өз шартларында Камачавны девлет ресмелештірмек керектір. Фальжилер демір yollarının Камачавына қошылып фальжилерге ярдым көстермеге чағыралар. Шымды майданда мобиль шекілде наразылық кете автода бір қач кере автобусларнен гоноллеріні Камачавға алып кетежек олалар. Так вот, хлопцы, которые на Востоке остановили более 16 тысяч Кечкен вагонов. учақта девамында Камачав иштиракчылары 16 бин вагон тоқтатты. Олар баяғы жан құртардылар. Чүнки паралар Куршун, Силави, бізім арбилерімізні өлдірген жемкеверлерінің айлықларына кетмек керек еді. Олар жең тоқтатылмасына бір адым яптылар. Камачав штабының yolbaşçылары баш назир Гройсман еле көрушежек. Энергетик тарафындан тежауыз мемлекеттен мұстақыл олмақ үшін акимиет учил деваманда бір шей япмады. За 3 года ничего не было сделано для того, чтобы перестали мы платить боевикам фактическую дань. Нам потрібен цивілізований, легітимний закон України, який заборонить торгівлю Бізге на қанун крові. алтында тижаретні ясақ еткен қанун керек. Бізге ишғал олынған территорияларны ишғал олынған кібі танылған қанун керектір. Анда инсан ақлары бозылығы ве бұл территориялар виран олығында Русия месулетлі олмалы. Бұл қанун депутатлар тарафындан ишлеп чықарылды. Шымды о юқары шурада. Бұл қанун қабыл етілмек керек. Акимет Камачавға дестек көстермелі. Завдяки вам парламент почав розглядати цей закон. Як ми послабимо экономично. Біз иктисади тарафтан Украинаның күл ренклі кардиналларына зайыфлаштырсақ, олар чоқ дегел, ең чоқ олар 5 яда 6 данелер. Сіз епіңіз оларының соядыларыны білесіңіз. Олар арасында біздің президентіміз Петро Порошенко, ода олигарх. Олар зайыфлашса, біз ғалебені елде етерік. Тоді ми зможемо перемогти. Донбасс Камачавы башланған сон екі бұйық завод өз ішіні тоқтатқаны белі олды. Сөз Зина Киевский моден заводы ве Краснодан угіл ақында кете. Бұл хаберіні Метинвест шіркеті білдіре матбуат васталары білдіргеніне көре, бұл шіркетлер олигарх Ринат Ахметов қайыттыр. Бұл саат қазір олған сонки хаберіміз едепіңізге қайырлы күнлер тілейм. Дайыма атырылы олыңыз, невбеттеке яйынларымызға қадар көрішкенже.